Олар айына 300 мың, 500 мың ойланбай табады, сенсіз ақ табады да. Біздер сол күні түсіндік, оказывается, біз мастерлер ұстап тұра алмаймыз. Мысалға, аренда қымбат, клиенті жоқ, и запчасти қымбат. Короче, услуга 100% сенікі. Алматыға келдік, 62 сто бар екен. Реклама түсіріп берейік. Арендаң жарысын төлеп берейік. Товарды ең төмен бағада әкеліп. Бір айда 70% нарықты бірден алып алдық та. Ассалаумағалейкум достар. Неге бүгінгі эфирге тағы да қош келдіңіздер. Бүгін осы машинаға қатысты май ауыстыру деген секілді автокөлікке қатысты сұрақтарға жауап беретін боламыз. Енді Бәке, қош келдіңіз тағы да. Бағанағанда амандастық бірақ. Тағы да мұнда шеберек, ассалаумағалейкум. Мына жерде Нұржан Жанабаева, Қыз балау деймін. Нұр Жанабаева деген көрерменіміз. Ассалаумағалейкум, автозапчасти бизнесі қыр-сыры жайлы видео түсірсеңіз деген сұрақ бар екен. Және май ауыстыру екінші. Жандос Бигалиев деген май ауыстыру орталығын ашып жатырмын. Етап-етапын түсіндіріп берсеңіз, қасында мотор май дүкенін ашсам ба деп едім. Сон бухгалтерияның және міндеттерін қалай жүргізсем болады. Магазин, склад, учетты қалай санау керекпін. Банда қара жұмысшыларды, солардың дұрыс басқару, контрольді қалай жүзеге асыру керек деген сұрақ қойып. Түсіндім, иә. Мен естой енді менің жаным ғой. Жан беріп жұмыс істейтін. Осы жерде кішігірім трейлер айта кетейін. Бәкенің өзінің машинаға автогаз қондырғысын орнату бизнесі болған. Бізден негізі замена масладан бастап ремонт автомат коробкаға дейін келіп, содан кейін барып бизнесті автокөлікке газ қоймай айналыстық қой. Сонда ота доя жаңағы, оның ішінде замена маслымыз бар, электрика бар, двигателіміз бар, тағы да даже уже нелеріміз бар жаңағы. Қалай айтсам, кузовныйға дейін кіргенбіз ғой. Мен Қызылордада негізі Бақтияр автоматчик деп танитын. Өткен автомат коробка ремонттаймын. Контакты берсе, сондай тұрған ал енді Қазақстанда жаңағы бизнесмендердің көзі Бақтияр газ деп таниды. Әліңге дейін Бақтияр газ деп айтады. Кеше әкем айтып еді, өзі сен компанияң аты қандай деп, өзім ойланып қалдым, өзі қандай өзі аты деп. Пока Бақтияр болып тұрмыз. Так, былай алайықта, автосервисте вообще замена масла болсын, кузовной болсын, запчасти болсын, қандай да бір эстоның айналасында болатын болсаңыз, мен сізге сразу айтайын, только услугамен айналысатын болсаңыз, бір сөзден айтқанда не выгодно, неге? Потому что мынандай нәрсе ғой, именно эстоның айналасында мастерлер 3 күн жұмыс істеген екен, 4-ші күні ол өзінің арендасын алып жұмыс істеп кетуге үлкен мүмкіндігі бар да. Яғни мысалы кілт бұрау үшін сіздердің қастарында тұру оларға қызық емес. Өткен қазір мысалы қараңыз, любой қалаға барсаңыз, базардың айналасында бір күндік подъемниктер бар да. Бүгінгі 2 теңге 3 теңге бересің де жұмысын жасап жүре бересің. Аренда қаласың. Ал енді ол эстодағы жүрген не дейміз ғой, мастерлер, олар айына 300 мың, 500 мың ойланбай табады, сенсіз ақ табады да. Ал енді бұл жерде не істей аламыз деген кезде, сіз запчастиге көңіл аударуыңыз керек. Ол бір, екінші, уже сол қаладағы 1000 эсто сізге жұмыс жасайтындай жағдай жасау керек. Енді өзіміздің эстодан пример келтірейік. Біздер газбен айналыстық. Өзі екіге бөлінеді. Газдың оборудованиесі бар, монтажы бар, жұмысы бар. Енді қараңыз, менде жаңағыдай 300 мың, 500 мың айлық беріп, еще күнде оларға жалынып, олар ішіп кететіні бар, не істеп кететіні, сонымен общем біраз басым қатқанда. Біздер сол күні түсіндік, оказывается, біз мастерлер ұстап тұра алмаймыз. Енді істейміз, біз айттық, онда мастерлерде қандай проблема бар, соны анықтайық. Сол проблема арқылы біз өзіміздің стратегиямызды айтық. Ол қалай болды? Мысалы, Қызылордада отырмыз, мен айттым, бізден шыққан мастерлер қайда барады? Олар өзіне бізбен конкурент болады. Немесе біздің конкуренттерге жұмыс жасайды. Хорошо, бізбен конкурент болатын адам эстоға барды, қандай кедергі жасайды? Ол жерде мынандай кедергі жасайды. Мысалға, аренда қымбат, клиенті жоқ, и запчасти қымбат. Мен тұрдымда Қызылордадағы мастерлерге айттым, топ мастерлерге еще. Келде, міне, эстода бесплатно өмір сүре бер дедім. Ол түсінбейді, қалай? Мен айтам, бесплатно өмір сүре. Сосын еще тұрамда айтам, эстодағы тема қандай, мысалға, услуганы 50-50 бөліседі, сонымен постоянно ұстап тұрамайды ғой. Мен тұрдымда айттым, короче, услуга 100% сенікі. Тағы да түсінбейді.
енді істейміз, мен айтамын, мен саған аренда бесплатно берем, клиентіңді әкеп берем, услугаңды 100% өзіңе берем, бірақ запчасть менікі. Сонда біз не істедік? Қызылордада бір қыз 20 эстодағы мастерді бізге бұралықты да. Көрдіңіз бе? Мысалға бұрын мен 2 мастер табамайтым, что бір машинаны неге қою үшін. Алматыға келдік, Алматыда 62 эсто бар екен. Яғни сіздің пайдаңыз запчасть сатуда болды. Иә. Ал көп эстоның егесінің, енді әрине бұл жерде сразу айтып кетейін, егер де сіздің компанияңыз масштабқа шығып жатса, бұны ендіріңіз. Ал жоқ, бір орында отырып жұмысымды істеймін дейтін болсаңыз, онда кәдімгідей как іште өзіңіз график қойып қойыңыз, азында 9-да келемін, кешке 6-да қайтамын, контрольдайсың. Бұл масштабқа шыққан кезде неге? Өйткені қазір ана көп адам термостатқа ойнайды. Мен қалай услуганы 100% беріп қоямын дейді. Ақша ғой. Иә. Арендам бар, басқам бар. Өйткені мынандай нәрсе бар ғой. Бүгінгі күннің пайдасы ертеңгі күннің қас жауы дейді. Яғни олар не істейді? Қазір бүгін мен қазір 5 теңге арендадан төлегенше лучше қалтама ұстап қалайын дейді, но бірақ ол ертең күннің жолын жауып отыр. Алматыға келдік. 62 эсто бар екен. Бұрын 62 конкурентіміз бар екен дейтін болсақ, бізге жұмыс істейтін 62 эсто бар екен да. Сосын істедік, әр эстоға келдік айтты. Короче, іштегі бір баланы алдым да мен. Мысалға сіз бизнес ұстағыңыз келсе, вообще автосервисте май ауыстырыңыз, запчасть сатыңыз, басқа екі нәрсені ұстап қалыңыз қолына: клиентті и товарды. Мысалы мен бір қызымды алдым да айттым, міне сен товарды алумен айналыс. Бір жігітті алдым да, оған мобилографты оқыттым да, сен рекламамен айналыс. Сөйтті не істеді? 62 эстоға барамыз. Там давайте біз саған реклама түсіріп берейік. Арендаң жарысын төлеп берейік. Товарды ең төмен бағада әкеліп берейік. Бізден келген клиенттен сен услугаңды ал, товарды біз беріп жібереміз клиентке қосып. Ал енді өзің клиентіңді, мысалы товарды біз арзан береміз. Басқалардан тиімді ал, сізден алған тиімді, басқалардан алған. Иә, мысалға біздің конкуренттерде болды, именно дистрибуция жағынан. Мысалға 1 миллионға зат алсаң, скидка болады. А біз мен айтып 100 теңгеге алсаң да, сол скидканы береміз саған. Сөйттен істедік. Бірінші арендаң жарысын төлеп береміз деді, екінші реклама жасап береміз деді, үшінші клиент әкеліп береміз дедік қой, енді мысалы реклама жасап, запчасть береміз дедік, үшінші, төртінші біз еще ол кезде рассрочка деген нәрсе жақсы болады. Мысалы эстолардың ешқайсысында рассрочка жоқ, біз айттық біздің адамдар рассрочканы оформить ете бер. Осы төртеуін қойдық та, бір айда 70% нарықты бірден алып алдық та. Бұрын біз конкурент деп көретін адамға біз не істедік? Бізбен бірге жұмыс істеп кеттік. Мысалға қазақтарда бір қазақтар дейміз, біздің елдегі, короче, біріне конкуренттен қорқады ғой. Дос болуға қорқамыз ғой біз, білесің ба? Өйсіп отырасың да, сенбей тұрады ғой бұл айнан. Мен айтамын, ей, наоборот, сенген сайын береке бар да. Қазақты қазақ еткен ол біріккені ғой. Болды. Сол, сондықтан да қараңыздар, эстода болғыңыз келсе, егер де жаңағыдай нәрсе ғой, мысалға мақсатыңыз үлкен болса, онда бөлісуге тура келеді. Сіздің қолыңызда клиент болады, товар болады. Екі нәрсені ұстап қаласыз, ортадағы мастерлер сізге автомат жұмыс жасайды. Ал енді жоқ, мен масштабқа шықпаймын, Қызылорда осы точкам жетеді дейтін болсаңыз, жаңағыдай азынан сағат 9-да, кеш сағат 5-ке дейін келесіз, контрольдай беріңіз. Жаңа айтады ғой, бизнес ол былайынша бір үлкен кедергілерден тұрады ғой. Енді сізге қазіргі жұмыс істеп жатқан жеріңізде проблема бар ма? Просто мақсатыңыз төмендетсеңіз, проблема еш шешілмейді. Мысалға сіз масштабқа шыққыңыз келсе, онда бас қосылу керек. Ал енді жоқ, маған просто бүгін ертең ақшам табамын дейтін болсаң, спокойно ол іште бутикте отырып ақша таба бересің ғой. Сондықтан да эсто вообще оп-оңай жұмыс. Қазақстанда 10 мың автосервис бар. Ал енді сол 10 мың автосервис хотя бы мыңына сіз услуга жасаңызшы, 10%-не. Запчастьпен қамтамасыз етіп. Бітті. Былай қарауымыз керек қой, мысалға, мастер деген кім? Ол врач. Болды, машинаның врачы ғой ол. Врачты сен максимум жаңа бағын повар деген сияқты машина максимум услуга берсең врачқа. Врач сенің бүкіл машинаны саған әкеліп береді, сенің запчастьіңді алдыруға. Мысалға, мынандай нәрсе ғой, ана сөзіңіз бөліп жібердім ба? Мысалға, врачқа келесің де ауырып тұрмын дейсің ғой. Ол айтады да, ауырып тұрсаң мынандай список береді, мына аптеке бар дейді ғой. Біздің эстодағы врач ол эстодағы мастерлер. Сен оның тілін тапсаң, ол айтады, мынау Гүлнұрға бар, мынау Нұржонға бар, мынау Нұрболға бар деп айтады. Мастер нені предлагать етеді, сізге клиент автоматың келеді. Бағана повар демекші, қалай ресторанды, кафені жүргізу туралы құпиялар алдыңғы видеоларда болды. Көрмесеңіздер, көріп кетіңіздер. Немесе жоғарыда подсказкаға шығатын шығар, егерде арекең шығарса. Тағы да енді осы жерде біз запчасть несімен кірдікті, жағымен кірдік. Енді мастердің көзқарасымен кіретін болсақ, мысалы бір автоэлектрик бар, немесе эстошник бар, қалай ол
жүйеленген бизнеске шыға алады. болды. О, ең күшті нәрсе болды. Мен де бұрын мастер болдым ғой. Мен вообще өзім слесарь болдым, өзім мастер болдым. Енді машинаны. Сен машина жөндеп беріп айтпарсыз. Мен машинаны жөндеп берген кезде. Мен просто брендке жұмыс жасадым. Мысалға, менің Астанада менің мұғалімдерім бар. 30 жыл олар электрик болып жұмыс жасап жатыр. Әлі жасайды электрик болып. Автомат коробкадан 20 жыл стаждары бар. Двигательден мысалға да. Именно Эстодағы мұғалімдерім бәрі Астанада мен. Мысалға, мен айырмашылығым не болды? Мен бірінші өзімді сатумен айналыстым. Мысалы, қазір опынға, тик-токқа неге істеп жатқан жұмысың сала бер, сата бересің. Енді сенің брендің шыққан жерде, сен уже қасыңа учениктерді оқытып бастайсың да. Мысалға, мынандай сияқты ғой, мастер өзін былай қарау керек та, спортсмен сияқты ше. Мысалға қараңыздар, боксер 20 жасынан 35 жасына дейін ол чемпионат мираға жүгіреді, өзі грушаны ұрады, адамдарды ұрады. Сөйтеді 35-37 жасынан бастап олар қайға өтеді? Тренерлікке өтеді да. Ойым жете салдым ғой. Яғни мастер, сен мастерсің ғой, ученик болдың, мастер болып келдің ба, мастермен қалып қоймаңыз. Енді сіз ученик тартуыңыз керек. Енді сіз мастер екеніңізді шын көрсеткіңіз келсе, уже қазір тик-ток қой, WhatsApp-та статусқа сала бер, бүгін мынандай жұмыс істедік, мынандай проблеманы шештік. Тик-токқа сала бер, Инстаграмға сала бер. Енді елдер не істейді? Аға, мен де соға үйретіңізші дейді. Сосын не істейсің, сен жай мен уже ученик ала бастайсың. Енді ученик алып бастаған кезде автоматом сенің өзіңнің эстоң бола бастайды. Эстоң болған кезде ол жерде уже міндетті түрде мысалға нелер кетеді. Ана жүйені қосамыз десең. Әрі қарай уже кетеміз, запчасты кетеміз. Бір белый деген электрик ағам бар. Иә. Сол бағанағы жақсы істегендіктен қандай машина болсын, баяғы Жигулиден бастап сода жөндетіп береміз. Жигулидті, Ламборгинидті, Эскалейдті. Соны айтсам, бәрі мышлениеге тіреліп қала береді екен. Ученик алыңыз, расширять етіңіз, үлкейіңіз десең, ол ученик үйреніп алады, кетіп қалады. Сол үшін ученикті үйрету үшін ақша алыңыз да. Ал енді ақша алу үшін сіздің қолыңызда бренд болу керек. Хотя тик-токтан бастаңыз, сосын ортаңызда осырым. Мысалға менде 2014-те осылай мастер маймай жүрген кезде әшейін бір адам келеді. Енді әр адам өз себебі бар ғой. Бақтияр, сен осылай маймай жүре бересің ба деп бірақ сұрақ қойды да. Ойланып қалдым да, шынымен 70-ге келгенде бірге маймай жүрсің. Сол күннен бастап мен Давлатовқа бардым, білімнің несіне көштім да, бірде не болды? Автомат Мұросқа кеттік та. Сондықтан да ортаңызда болсаңыз, білімге әрине көңіл аудару керек. Выставкалерге барыңыз, сол жерлерден сіз уже өсе бастайсыз. Біздер Италия, Россия выставкаға көп бардық қой. Өте керемет. Қандай да бір сұрақтарыңыз бар болса, осындай видеоның астына комментарияға жаза кетіңіздер. Ең жақсы сұрақтарға, орынды деген сұрақтарға осындай видео қылып түсіріп шығарып отыратын боламыз. Жеке бөлек сөйлесем дейтін болсаңыздар, Бахиңмен астындағы WhatsApp-қа хабарласыңыздар. Описанияда тұратын болады. Барлықтарыңызды жақсы көреміз. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Сіздерге келесі эфир, біз үшін 5 минуттан кейін келесі бағдарлама басталады. Аман болыңыздар.